Осы бүкіл ата-бабаларымыздың жасаған мұрасы, бүкіл жаңағы асыл сөздердің барлығы біздің заманға қадай жетті? Жыршылардың аузымен жетті ғой. Бұлар былайша айтқанда көшіп жүрген кітапхана ғой. Жыршы деген адамдар жырды айтушы ғана және дамытушы, өзі жанына қосып отырған варианттардың көп болатын. Менің атам әлімде қиссашы болыпты дейді. Жатқа қисса айтып отырады екен, шешем айтатын. Менің әкем Тақан соғысқа қатысқан 4 класс білімі болды. Көз ашқанымыздан бірінші Алпамыс батыр Қобыланды батырды оқып берді эпостан. Менің анам Бәтима Қожасқызы тек қол қоюға ғана сауаты барды. Сол кісі қалқамын мамырды жатқа айтатын, шәкәрімнің атын атауға болмайтын кездің өзінде. Міне осындай. Содан мен құмар болып өстім жырға. Сонда батырлар жырын маған ағаларым оқытады, сонда кейде шам сөніп қалады ғой, ауылда жарық болмайды. Сонда Бәкөш дейді, мен Бәкөш дейді. Бізге жыр өлең оқып берші дейді. Мен отырып қараңғыда көзім жұмып алып, Арқалық батырды соғып отыратын мысалы. Мен жақсы көрген жырларым Алпамыс Қобыланды бірінші қаттан оқығаным Қобыланды, сосын Арқалық батырды ерекше жақсы көрдім.